Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Панорамалық сабақтың тақырыбы құмырсқаның илеуі. 4-ші сынып, бөлім қоршаған ортаны қорғау. Бағалау критерийі: орташа 3-4 ұпай, жақсы 5-7 ұпай, тамаша 8-10 ұпай. Сабақтың мақсаты: оқылым дағдысы бойынша оқушылар мәтінді оқып мағынасын түсінеді, сөздік қорын дамытады, құмырсқаның тіршілігі және пайдасы туралы біледі. Ал енді жаңа сөздермен танысайық. Илеу, аталық, аналық, дернәсіл, жұмысшы, жауынгер. Оқушылар жаңа сөздермен танысады, оқиды, аударады, жаңа сөздермен сөйлем құрастырады. Оған 2 ұпайдан беріледі. Есте сақта айдары бойынша оқушылар жаңа сөздерді суреттер арқылы айтады. Оған 1 ұпай беріледі. Ал енді тексерейік. Жұмыртқа, жұмысшы құмырсқа, аналық құмырсқа, дернәсіл, аталық құмырсқа, жауынгер құмырсқа, илеу. Келесі тапсырма: сұраққа жауап бер. Сұраққа дұрыс жауап бергендері үшін 1 ұпайдан беріледі. Құмырсқаның илеуін көрдің бе? Иә, көрдім. Ол қандай жәндік? Ол өте еңбекқор, төзімді жәндік. Дене тұрпаты қандай? Денесі бас, көкірек және құрсақтан тұрады. Құмырсқаның қанша көзі, аяғы бар? Оның 3 жұп аяқтары, 2 көзі болады. Құмырсқаның илеуін көрдің бе? Құмырсқаның илеуін жазда көрдім. Құмырсқаның пайдасы қандай? Олар топырақты зиянды жәндіктерден қорғайды. Ал енді жаңа мәтінмен танысамыз және жаңа сөздерге көңіл аударамыз. Әрбір илеуде аталық, аналық, жұмысшы және жауынгер құмырсқалар болады. Әлі өспеген құмырсқалар жұмысшы құмырсқалар деп аталады. Олар илеудегі ауаны ылғалды реттейді. Аналық құмырсқалар кейде 20 жылға дейін тіршілік етеді. Құмырсқалар илеуін қураған өсімдік сабақтары мен жапырақтарынан жасайды. Бір илеудегі құмырсқалар тәулігіне 30 мыңға дейін жәндікті жояды. Олар зиянды құрттармен қоректенеді. Қазіргі кезде құмырсқа дернәсілінен дәрілер дайындайды. Ғалымдардың айтуынша, құмырсқалар жұқпалы аурумен ауырмайды. Өйткені құмырсқа бар жер таза жер. Құмырсқаның 5000-дай түрі бар. Құмырсқаның илеуін бұзба. Оқушылар жаңа мәтінмен танысады және мәтінді оқып аударғаны үшін 2 ұпайдан беріледі. Ал енді сергіп алайық. Бір, екі, үш, төрт қадам жаса сен бізбен, қатар-қатар жүреміз, тасып тамақ бір-бірден. Бір, екі, үш, төрт қадам жаса сен бізбен, қатар-қатар жүреміз, тасып тамақ екіден. Үш мезгіл тыным таппай, еңбек етіп жүреміз. Қыс келгенше далаға ас жинаймыз бірге біз. Алақай! Бір, екі, үш, төрт қадам жаса сен бізбен, қатар-қатар жүреміз, тасып тамақ бір-бірден. Бір, екі, үш, төрт қадам жаса сен бізбен, қатар-қатар жүреміз, тасып тамақ екіден.
Келесі тапсырма жұптық жұмыс. Қажетті сөздерді мәтіннен тауып жаз. Тапсырманы дұрыс орындаған оқушыларға 2 ұпайдан беріледі. Ал енді бірге тексеріп көрейік. Әрбір илеуде аталық, аналық, жұмысшы, жауынгер, құмырсқалар болады. Құмырсқалар ауаны ылғалды реттейді. Аналық құмырсқалар кейде 20 жылға дейін өмір сүреді. Құмырсқалар илеуін өсімдік сабақтары мен жапырақтарынан жасайды. Бір илеудегі құмырсқалар тәулігіне 30 мыңға дейін жәндіктерді жояды. Ғалымдардың айтуынша, олар жұқпалы аурулармен ауырмайды. Құмырсқалар зиянды құрттармен қоректенеді. 6-шы тапсырма топтық жұмыс. 1-ші топ құмырсқаның даму кезеңін атауын ретімен жазады. 2-ші сурет қиындысын ретімен жапсырады. Дұрыс орындаған топқа 2 ұпайдан беріледі. Тексеріп көрейік. Құмырсқа жұмыртқа тастайды. Жұмыртқадан дернәсіл пайда болады. Дернәсілден қуыршақтар пайда болады. Қуыршақтардан жұмысшы, аталық, аналық құмырсқалар пайда болады. Ал енді кері байланыс. Мен бүгін сабақта не білдім? Бір сөйлем әдісі арқылы оқушылар не білгені туралы айтады. Және оқушыларды ұпай саны арқылы бағалаймын. Үйге тапсырма, сөздікті жаттау, мәтін бойынша 5 сұрақ жазып келу. Назарларыңызға рахмет.